Жанна деген кісі кірмей ма эфирге? Микрофоныңызды қоса беріңіз. Микрофоныңызды қосыңыз жанына, иә, сіз тыңдап отырайық. Саламатсыздар ма? Эфирдесіз. Ар жағында шум болып Жақсы тема қозғап жатыр екенсіздер. Жалпы мен ойлаймын, біздің мына тілімізді жоғалтып алғанымыз ол біздің қазақтың еркектеріне байланысты. Не себепті олай? Қазақтың ер азаматтарының көбісінде намыс жоқ. Неге? Қазақтың ер азаматтары намысты болса, әрқайсысы өз отбасын басқарып, ұлына, қызына сен қазақша сөйлейсің, сен етегіңді ұзын қылып киесің, сен даладан келіп для себя бала туып алып келмейсің үйге деп, әр ер азамат өзінің семьясына, отбасына ие болса, бұндай зат болмайды. Ол деген тіпті бар ғой, орыстан ешкімнен көрудің қажеті жоқ. Бір орыс келіп сендердің ауыздарыңды байлап отырған жоқ, қазақша сөйлемеңдер, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деп. Баяғы бір 70 жылды қозғай бересіңдер. Ол деген әр семьяның, отбасының бір ценность болу керек. Ең алдымен сол ценность баласын қазақша үйрете білу қажет. Бала туды ма, дүниеге келді ма, үйге болды. Ол бала қазақша сөйлеуге міндетті болу керек. Оны қолға алатын сол үйдің отағасы ер азаматы. Ал бізде ер азаматтар майдаланып біткен, әйелдерінен шыға алмайды, тіпті келіндерде әйелдеріне ата-анасын сыйлата алмайды. Сол, мысалға Түркияда қалай? Бір түрікті көрмейсің, басқа тілде сөйлейтін. Бәрі түрікше сөйлейді, мысалға. Түріктің ер азаматтары ана қызы, я қарындасы, я қызы даладан туып алып келсін үш баласын. Ол қызды үйден қуып, далаға алып барып, айдалаға алып тастайды. Еще оған айтқызады, әкесі кім екенін. Ал бізде деген қалай? Ер азаматтар, ана қызы келеді, папочка, я хотела для себя родить дейді да, баланы алып келеді, ол жиенін бағып, өз немересін тастап, жиенін бағып, сөйтіп отырады біздің ер азаматтар. Ол бәрі сіздерге байланысты. Вот сіздер оянбадыңыздар 70 жыл бойы, оянбадың, енді келіп оянып жатсыңдар, тиктокқа қосылып, анау. Бұл тиктокта сендерде ұзаққа бармайды, басын бастайсыңдар, сосын қалады ғой. Мен жауап берейін жаздым, 1 минут. Мен жауап берейін бірінші. Иә, жанна, қарындасым, сен енді деген жалпы көпке топырақ шашып жатсың ғой, Сұлтан Махмұттың өз кезінде айтқан қараңғы қазақтың көгіне өрмелеп шығып күн болам деген. Сол кезде мына жазушылар қазақ неге қараңғы деп айтасың деп көпшілігі өре жүрген. Сол сияқты мында деген тек қана енді айтып болайын жанна, мен сізді тыңдадым ғой. Аллаға шүкір көрмей отыр қазақтың жігіттерін қазірге. Мен сізді соңына шейін тыңдадым, сіз де мен бөлмей тыңдап көріңізші. Мен мәселен деген осы 20-70 жылда енді ойлап жатсыздар дейсіз. Біздер деген 2000 жылы осы Астанаға жұмыс істеуге келген кезде, мынау жақын жерде ауыл бар екен, Малинки деген, сол жерде өзге ұлттар жаңағы бір аяғы Бертуқайлардан қалған бір Алжир деген лагерь болған, түрмеден шыққандар қалып кеткен ба әйтеуір, өзге ұлт өкілдері қазаққа тизе деген ескесін 11 бала болып жауып, сол Малинкиден сұрап көріңіз, қазір ақым бол. Сол кезден бастап осындай тірлікке араласып жатырмыз. Осы солтүстікке келгелі бері. Себебі солтүстікке келгеннен кейін біз көп көрдік. Бұлардың барлығына қазақтар, мәселен мен Степногорск қаласына келген кезде, Степногорск қаласында 2000 жылдары біздің спортсмендеріміз деп журналист болып жүрген кезде ылғи орыстардың атын айтады, қазақ бала жеңіп тұрса да орысқа приз береді. Мен өзім араласып 3-4 жерде ондай әділетсіз жолын қиғанмын. Көшедегі жазуларды құртуға анау Лениннің мүсінін алып тастаған жоқ, бірақ көп жүгірдім сол жерде қазақ ұлтжан болып. Яғни біздің оянғанымызға 20 жыл болды санамыздың кіргеніне. Себебі біз 91 жылы СССРден шыққан болсақ, біз анау құлдықтан босаған адам сияқты шынында да маңырап қалдық. Біз қайқа баратынымызды не істерімізді білмей. 5-6 жыл сонымен өтіп кетті. Бірақ 2000 жылдан бері қазақтар ол ешкімге деген, ол СССРдің кезінде де басын берген жоқ. 86 жылы бекер көтерілген жоқ. Сосын жаңа семья туралы айтып жатсыз. Мәселен, менің 5 балам бар, 5 балам біз айтып отқан үшін Астанада сыртта орысша сөйлеседі, бірақ үйге келгенде барлық қазақша сөйлеседі. Мысалы, енді барлығымыз қыз бағып отырмыз ғой, сіз ондай өтпеген бүкіл қазаққа жапсаңыз көңіліңізге келеді. Мен деген қазіргі жас балдарды білем. Астанада жаңа балдарыма документ қабылдатып оқуға түсіремін жүрген кезде, осы жерде қайдан келсе де өте патриот жас жігіт, жас қыздар көп. Мәселен, өзге ұлт өкілдері, мейлі көзі көк болсын, түрі қара болсын, қалай келіп сұраса да тек қана қазақша жауап беріп отырады. Білсең біл, түсінсең түсін, түсінбесең қой. Жақсы, рахмет. Мен айтайын. Ол деген 97-98-лерден бастап алған, қазір деген
былай қарап отырсаңыз деген ұлтжанды азаматтар өте көп енді деген барлығыңыз етек басты жаңағыдай жоқ, не бітіріп алсыңдар ұлтжан болып. Жоқ, мен айтайыншы, әйелдің мен астына айтайыншы, өтпесіміз мысалға, жоқ. иә, Айтыңыз, 70 жыл, айтыңыз, жоқ, айтыңыз. айтайыншы мен, Манас. Айтыңыз. 70 жыл, айтаңыз, айтып отырсыз, иә, 70 жыл бізді орыстар өстіп қойған дейсіздер, иә. Сонда не, Өзбекстанды, Ташкентті де сөйтіп қойғанда, Ташкент пен Өзбекке барыңыз, Өзбекстанға. Бір өзбекті көрмейсіз далада орысша сөйлеп жүрген. Барыңыз Жанна, ана маған Түркменстанға, Түркменияға. Бір түркменді көрмейсіз орысша сөйлеп жүрген. Барыңыз Қырғызстанға. Қырғызстанда көрмейсіз, бәрі қырғыз тілінде сөйлейді, бәрі өзбек тілінде сөйлейді, барлығы да Жанна, өз ана тілінде сөйлейді. Біздің қазақтың сондай бір несі бар, намысы жоқ. Сосын біз әркімнің қайда сөйлеп айтқанына отырмыз? еріп жүре береді. Ол келіп, орыс келіп, сен аузыңды жауып қойған жоқ қой? Орыс келіп, қай орыс келіп, сен аузыңды бітеп тастады. А неге өзбектер онда сөйтіп істемейді? Жанна, Бәрі сіз еркектер, қазақ Тарихты еркектері білесіз ғой, намыссыз. тарихты білесіз ғой. Намыс жоқ. Тарихтан. Тарих емес, Намыс әңгіме бар тарихта емес. Әңгіме тарих бәріне бірдей болды. 70 жыл бәрі де орыстардың қарамағында болды. Асеке, мен соңына жауап Өзбектер берейін де солай Жаннаға. болды, өзбектер де солай болды, латыштар да солай болды, эстондар бәрі солай. Именно қазақ тілі айырылып қалды. Жоқ, мен Именно жауап қазақтар айырылып қалды. Тілімен, дінінен. Ешқандай орысты ешкімді не істеудің қажеті жоқ. Біздің өзіміздің Асеке, намыссыздығымыз. бір минут, Асеке, бір минут. Жанна, мен сіз айтып отқан елдердің Сөз тыңдамайды ғой, сөз. Еркек сыйламайды оны. жоқ, тыңдай, қазір мен айтып қалайын, мен айтып қалайыншы. Жанна, Намыс жоқ дейді, өзі ер адам тыңдамайды. Жанна, сіз енді тыңдап көріңіз, шыдамыңыз жетсе өтіш. Мен сіз айтқан елдің бәрінде болып көрдім. Жасым 53-те Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан, оның барлығы тек Тәжікстаннан басқа жердің бәрінде болдым. Оның үстіне Сібірдің, орыстың қалаларын түгел аралап көрдім деп айтсам, айтен түгел емес, 25% Сібір өтелген, 25% аралап көрдім. Барлық жақты көзіммен көрген адамын. Дұрыс айтасыз, өзбектерде ұлтшылдық өте көп, түркмендерде өте көп ұлтшылдық. Бір түркменнің қызының қолынан өзге ұлтты көрсетсе, түркмен жарып тастайды, оған сот жоқ. Өзбектерде де көп, қырғыздарда намысшыл екенін білемін. Сіз енді былай қараңыз. Біздің мынау 70 жылдықта деген кеңес үкіметінен көрдіңіз дейсіз. Кеңес үкіметінің саясатында, мен сол кеңес үкіметінде әскерде болған адаммын. Саясатында осы қазақты именно қазақты көшпенділер деп қыру саясаты болған. Ол деген бізге бекер демекер ашаршылық әкелген жоқ. Бізге деген тұяқ салғы деген болған, егер сіз историк кітабын оқысаңыз. Тұяқтың, жылқының тұяғын кім алады? Әшейін ол өтірік қой, жылқыны қыру үшін ғой. Қазақтар жылаған, жұттан кейін келмейсің ба? Қыстан кейін келмейсің ба? Малды соғым жеп болғасын деп күзде келіп жылқыларды алып тастаған, барлығын тұяғын алып кетеміз деп. Ол деген болған емес, ол сол кезде эсердің кезіндегі жазушылар жазған. Одан кейінгі 37-38 жыл бойынша тек қана тәжіктен 6 адам, қырғыздан 1 адам, өзбектен 25 адам атылса, бізден 25 мың адам атылған. Оның үстіне 125 мың адамды 39 жыл ату керек болған. Сол кезде Гитлер соғыс басталмағанда, ол бізді қыру таусылмайтын еді. Ал 86 жылы біздің қазақтар көтерілген кезде, анау сол кезде Горбачевтың көмекшісі болып жүрген Карагановтың айтқан, бұл халықта көтерілетін адам қалды ма, біз бәрін санасын құл қылып жіберіп едік қой деген. Соны болды деген, бұл Лениннен де басталған жоқ. Лениннің аталары Бухарин, Троцкий, Каменев, Зиновьев дегендер бар. Солардан бастап келе жатқан бұл не саясат. Себебі көшпенділер үлкен жерге ие болған, көшпенділердің өзінің мынау дала аңы сияқты бағынбайтын болған. Сіз білесіз бе, Америка неге негрден Африкадан тасығаны? Себебі ол жерде де тұрғылықты халық бар ғой, индейцтер. Олар да көшпенді болғандықтан оларды тіптен құл қылып жіберіп плантацияға істеу мүмкін болмаған. Сондықтан олар негрлерді анадан тасыса, индейцтерді қырып резервға барып тыға салды. Сол үшін біз көшпенділердің тұқымымыз, мейлі кезінде үндемеген шығармыз, үндей алмаған шығармыз, мүмкін ойымыз уланған шығар. Бірақ қазір генетика бойынша жеті атамыздың қаны оянып, қазақтар қазір басқарып жатыр. Айналайын сен, мынау қазақтар енді басқарып елі болып жатқан кезде бүкіл халыққа кінә жаппа. Қазір қазақтың батыр жігіттерінің алдында кез келген ұлт ығып кетеді. Өзіңіз білсеңіз, бұрын деген осы мына Сібірдің қалаларында қазақтар дискотекаға кіргізбейтін жері болған. Курд, чечен, ингуштар, орыстар аттарын атап айтайын, солар ұстап тұрған жер болған. Бұлардың қазір барлығының мүйізін сындырып, қазір кешегі мысалы дунгандарды қараңыз. Дунгандар деген кезінде қазақты ұрып жіберетін болған, сол жерге деген мынау Қарақалпақтан табын ұру көшіп келмегенде. Кешегі төбелесшігендердің барлығы Қарақалпақтан келген кіші жүздің жігіттері табындар. Қазақтың қызына қолына келген білген істеп кететін болған дунгандар. Ешкім үндей алмайтын болған. Ұйғырлардың өзі Алматыда шайқап жүретін болған. Қазір бір ұлт өкілін айтыңыз, қазаққа қарсы сөйлей алатын.
сөйлей алмайды. Ал мынау үлкен Сібірдегі Оралманның балдар жастар барлығы спортпен айналысып өскен. Олар деген сигар сатып көреді өзге ұлттардың барлығын. Они сейчас должны заново ее подать, так что вы ее... Өзің орысша сөйлесем досыңдар сонда да. Енді өзіңді орысша сөйле деген болсын, деген бол. Қолдан ешнәрсе келмейді. Міне мында жазып жатыр. Орыстар кінәлі, арақ шошқа беріп, қазақ 86 жылы қырылды дейді. Орыс сенің не аузыңа келіп арақты құйды ма? Шошқаны жеп, алдыңа келіп шошқаны берді ма? Атпен есекті қатар қойсаң, ақылас болады олар деген. Ол намыссыздық. Әр адам өз алдына жауап беру керек. Ешқандай орыс келіп аузына құймайды. Ол ер адамдардың біздің намыссыздығы. Неге орысша жолда отбасын сөйлете алмайды. Сіз неге орысша жолда? Мен айтайыншы, әр ер азамат отбасы, мысалы ер азамат отбасы үйінде баласының ыңғайына көніп орысша сөйлесіп отырады. Бұлай отбасында қазақша сөйлесе де, ана балаға ты пришел, поешь, бірдеме деп. Өзі сол баласымен орысша сөйлеседі. Енді не айтып тұрсыздар? Ненің себебінен ол? Русификация саясаты жүрген білесіз бе? Отарландыру саясаты. Енді өзбекке жүрген жоқ па ол саясат? Жоқ, ол саясат тек қана бізге жүрді ма? Не тек қана бізге жүрді ма? СССР-де бізге ғана жүрді ма? Тек бізге жүрді, Жанна, асыл мен оларда шекара жоқ, Ресеймен шекара жоқ. Сізде мына жақта солтүстік жағыңыздың бәрі орыстанып кеткен, мына бәрі шекара, сізде 7,5 мың километр шекараңыз бар. Өзбекстан мен Түркияның географияны білесіз ғой, айдалада орналасқан ғой. Одан кейін халық санына мән беріп, Алматы қаласында 8% қазақ тұрған кезінде, қалаларға қазақтарды кіргізбеген, мектеп ашпаған қазақша. Соның бәрі 70 жыл сананы улама. Жоқ, енді ладно, я? Асыл мырза, ладно. Ал енді біздің егемендік алғанымызға 30 жыл болды, мысалға. 30 жыл егемендік алғанымызға 30 жыл болды. Енді неге әр отбасы, ер адамдар қолдарыңызға алмайсыздар? Орысша өздеріңіз қазақша сөйлесіңіздер. Балдарыңызға, немерелеріңізге бәрін орыс мектебінен қазақ мектебінен беріңіздер. Мен орысша сөйлеп отырмын ба не қазір? Беріп отырмыз. Асыл мен түсіндіріп жіберейінші бұл келіншекке. Айтыңыз. Асыл. Айта беріңіз. Мына Өзбекстанның шекаралас жерінде тұрамын да, мен оңтүстікте. Біріншіден жаңа сіз мақтап отқан өзбектер еркек сөйлеп отқан кезде қабаттасып сөйлемейді. Бір ол. Олардың тәрбиесі сондай да еркегінің құрметін биікке қояды олар. Еркек болмауына. Екіншіден мен сізге айтайын. Мына Қашқадария, Сұрқандария неге олай айтасың? Жанында ұятың бар ма өзі? Еркек болғандар деп, не еркектен зар болып жүрсің ба не? Қай сөз ол еркек болғандар дегенсіз? Мәке қоя тұршы. Енді бұл жерде бұлай. Мына Қашқадария, Сұрқандария деген жерден келіп, мына Қазақстанда, Россияда жұмыс істейтін өзбектермен сұрассаң, біз қоңыратпыз, біз арғынбыз деп айтады. Баяғыда мынау қазақты қырып келіп жатқан кезде Өзбекстанда өзбекке тимеген орыстар. Егер өзбек болып жазылсаң, сен аман алып қалам, сен ары қарай Ауғанстанға қашпайсың деп, сол жерде саясат сөйтіп жүріп, көп біздің ата-бабамыз өздері қашса да бала шағасын, әйелін тастап, өзбек қылып жаздырып, өздері қашып кеткен. Сонсыз терең түсініп алыңыз біріншіден. Сіз еркек болмайсыз дейсіз, мынау сіздің сөзіңіз, мысалы бізде мынау таза жүрегі қазақ деп соғатын қаны қазақ адамдар, сіз айтпақшы, қызы көшеден туып келсе, для себя родила десе көнбейді. Ол әшейін күйеуге тиген қызы әкесімен ұрысып қалады, күйеуімен ұрысып қалып үйіне қайтып келетін болса, сол қызын ұрысып үйіне қайтарып жібереді. Тиген күйеуіне. Сіз оны сіздің круг общениеңіз қандай екенін мен түсінбей отырмын. Сіз еркекке қапа болып жүрсеңіз, бәрін қазаққа уыңыз шашпаңыз. Міне көрдіңіз ба, қызды сыйлау білмейді. Не әңгіме, еркекке қапа болып жүрсеңіз деген не әңгіме? Мен просто өзімнің немерді айттым. Мен ойлаймын, ұлттың жанын, ұлттың жүрегін ойлайтын ер азаматтар. А бізде митингке шығатын әйелдер, бала шағасымен, бүкіл жерде жүретін әйелдер, біздің еркектер отырады
креслоның үстінде. Әрине сосын әр мемлекет келеді де оны қаңтарда кім шығыпты? Әйелдер шығып па қаңтарда? Тілін үйреткізеді, дінін Қаңтарда үйреткізеді. кім шықты қаңтарда? Әйелдер шықты ма қаңтарда? Қаңтарда батыс шықты. Батыс қана шыққан жоқ, Алматы шықты. Батыс, Ақтау шықты. Ақтаудың жігіттерінде Алматыда намыс қырылды бар. адамның бәрі. Ақтаудың жігіттерінде намыс бар. Олар әйелді, дінді, ана ұлттың бәрін, салт дәстүрді сақтап қалған Ақтаудың жігіттері. Сіз бөлмеңіз, қазақтарды бөлмеңіз. Енді рас қой. Жаным, мен бір ауыз сөз жаным, мен сізге ана военный психолог ретінде айтайын да, сіз күйеуіңізбен жарасыңыз, болмаса басқа күйеуге тисең сөйтіп. Бір еркекке қапыл болып барлығын. Сіздер міне, даже осы жерде отырып, мені тәрбиелей алмай отырсыздар. Сіздер келіп, менің бетіме басып отырсыңдар. Келіп, сен тәрбиеден кеткенсің ғой, сен қалай тәрбиелейді адамдар сені? Көрдіңіз ба, сіз қалай сөйлеп тұрсыз? Көрдіңіз ба, қалай сөйлеп тұрсыз? Ер Сен азаматтар бағанадан олай бері сөйлемеу қойдыра керек. алмай Ер ғой саған азаматтар еркекке қазір тиісті майдаланып кеткен, қатын болып кеткен. Сіз менімен қазір ұрысып, қатынша сөйлесіп, еще бетіме басып. Мен сізге бір сөзді бетіңізге басып. Лаура сөйлесінші, Лаураға сөз берейікші. Ол да сіз сияқты қыз бала, Лаураға сөз сөйлесінші, Лаура. Лаура сөйлеңізші. Жанна ханым, сәлеметсіз бе? Ашуланбаңыз. Бірақ мен мына жерде сырттай бақылап отырдым да. Бұл ер азаматтар ешқашан әйелдерді кемсітіп сөйлеген мен осы күнге дейін көрмеппін. Қанша айдан бері бақылаймын да. Басқа стримдар бар. Ол жерде шынымен де ер азаматтар қыздарды балағаттап, бұлар өте интеллигентный кісілер да. Ешқашан кемсітіп сөйлеген жоқ бұл жерде. Сіз өзіңіз еркек болып ал деп неше түрлі өзіңіз кемсітіп жатсыз. Сонда да бұл кісілер сізді боқтап жатқан жоқ, балағаттап жатқан жоқ. Сіз эмоцияңызды осы жерге шашып жатсыз. Обидаңыз болса, сіз өзіңіз рұқсат етсеңізші, бүкіл халыққа менде ешқандай обида жоқ. проблема бар. Просто мынандай бар ғой, клавиатурамен просто отырғанға мен вообще жаным ашиды қазақ еліне, иә. Мысалға біздің елді бүкіл дүние жүзі мойындаған. Түріктер бізді ата жұртымыз дейді. Түркістанды мойындап отыр, иә. Астана қалайық деп тіпті, иә. Мысалға Түркістан, Өзбек бәрі мойындайды, тек өзін-өзі мойындамайтын қазақ, соның ішінде қазақтың жігіттері. Әр қазақтың жігіті өз отбасына ие болса, қызына даладан бала туып алып келме десе, сен қазақ тілін ана немересіне айтса, қазақ мектебінде оқысын, орыс мектебінде оқымасын десе, онда бұндай шаруа болмас еді. Қазақ еркегінде намыс болу керек. А намыс жоқ елде, еркегінің намысы жоқ елде, оны любой ел басып кетеді, дінін алып кетеді. Қызын алады, әйел қылдырып, анау үйленіп жатыр ғой, неге қаншама жаққа. Біздің ер азаматтар сондай. Вот. Даже мысалға қыздар байға шығуға еркек таба алмай отыр. Былай қарағанда шындыққа келгенде. Жанна, сізді біраз тыңдадым да, енді сұмдық негатив көп екен, байқадым. Бірақ сіз қаңтарда біздің ер азаматтардың ерлігін, қаңтарда мен ер азаматтардың ерлігін байқадым. Мен мақтандым, мен қуандым, өйткені көшеде жаңа өзеннің батыстың жігіттері бастады оны. Намысы бар. Маңызды емес кім бастағаны, маңызды емес, ол жерде қан төкті, жарайды. Мен айтайын дегенімше, егер біздің елге қауіп төніп тұрса, біздің ер азаматтарға біз сенеміз. Мен жаным тыныш. Елге қауіп төнсе, міне біздің елге бүгін қауіп төнсе, мысалға, иә, мен мылтық алып, мен шығам ең бірінші. Ер азаматтар білмеймін, шығама шықпай. Бесті қандай? Сізде кәдімгі феминизм өте жоғары болып тұр ғой. Жанна ханым, сізде сексизм и феминизм өте жоғары. Сіз ер адамды ешқашан қабылдамайсыз. Әкеңізге обидаңыз бар ма, жолдасыңызға обидаңыз бар ма, это ваша проблема. Есіңізде сақтаңыз. Сіз енді ақымақ қыла алмайсыз. Ешкімге де обидам жоқ кім. Лаура, давай псевдопсихологияңды қоя салшы. Өтірік оқып аласыңдар да жаңа. Көрдіңіз бе, өте агрессивныйсыз. Если что, мен де агрессивныймын, мен де боқтай аламын. Мен батыстың қызымын, мен сөйлеу манерам осындай. Мен айтып отырмын, мен просто сөйлеу манерам осындай. Сол мен айтайын деген, білмеймін. Қосыласыңдар ма, қосылмайсыңдар ма? Өздерің білесіңдер. Сөзіңізде енді кішкене айтқан сөздеріңізге қосыламыз әрине. Бірақ өте қатты нетіп жүресіз да. Қарап отырсаңыз, мен қарным ашиды. Астанада бір мектепте, мысалға де бірінші класс ашылған, орыс класстар өте көп екен, бірінші класс. Бәрінде жүрген қазақтың балдары мысалға. Неге олай? Өйткені үйіндегі отбасы дұрыс емес. Отағасы дұрыс емес. Отағасында намыс жоқ. Отағасында намыс болса, ол өзінің елін жүрегім деп тұрса, ол өзінің баласын, немересін бермейді орыс мектебіне. Әр отбасы өзінен бастау керек, и все. Әңгіме сонда шешіледі.
сосын әр еркек өзінің жаңағы қазақ қызын қарындасындай апасындай сыйлау керек. Ол ол мақтанып айтып отырады, ана жерде балам бар, мына жерде балам бар, үшінші қатыным бар, төртінші қатыным бар деп. Оны да мысалы қолға алып еркектер өзі тәрбиелеу керек. Уағалейкум ассалам. Ануар деген жігітке сөз берейікші. Айтыңыз, Ануар. Жанар ханымды өшіріп тастасаңыз да болады, жалпы. Неге өшіріп тастайды екен? Енді сіздің сөйлеп жатқан сөзіңіз вообще дұрыс емес. Сізге қанша үлкен ағалар айтып жатыр, сіз түсініп жатқан жоқсыз. Түсінбейсіз де. Түсіндіріңіз, түсінейін. Мен мына жердегі ағалардың айтып отқан сөздерін бағанадан бері тыңдап отырмын. Өзімнің білмейтінімді осы кісілерден естіп отырмын. Бұл жерде дұрыс адамдар отыр. Жанар ханым, сіз дұрысынан түсіндіңіз бұл жерде кісілердің отқанын. Бұл жерде только қазақ тілінде болғасын біз тыңдап отырық. Сіз вообще мына жерде үлкен кісілер отыр. Қанша сөз айтып жатсыз. Мен не айттым? Мен намысыма тиіп жатыр, мен намысқа тиетін мен намысқа тиетін бірде-бір сөз айтқан жоқпын бұл ер азаматтарға. Мен жалпы өзімнің мнениемді айттым. Бұл кісілер наоборот маған намысқа тиетін сөз айтып жатыр. Сен байтал алмай жүрсің, сен көптен бері жігіт болмаған деп қой. Алматыда өзімнің туған ағам сол жерде қайтыс болып кетті. Сіз айтып жатсыз, только батыстың жігіттері деп бөліп жатсыз бұл жерде. Керек емес бұл жерде. Только емес, батыстың жігіттері бастады деп. Алматыда қанша митинг болып жатыр ғой, қанша митинг болып жатыр. Сол шығып жатқан жігіттердің еңбегін бағалау керек бұл жерде. Сосын асыл мен сізге айтатын бана Жанар дегенде осы жерде бір кісілер айтып жатыр да, мен сол мәселемен қосылғам негізі. Бұл Украинаны қолдаушы кісілер Жанар деген ханым тоже прямойда. Ол кісінің мен бір қолдамайтыным кім қалай түсінеді? Біз қарап отырамыз да, ол украинецтармен, орыстармен ұрысып жатады. Сөйтеді, мы казаки за Украину дейді да.